Хамбал туралы әңгіме. Бағдаттың қаласында бір хамбал болушы еді. Кәсібі базардан біреу жүк алса, соны үйіне көтеріп апарып беріп, сонан алған тиын тебенмен күн көретін еді. Оның барлық өмірі сол кәсібімен өтіп, тәтті тұрмыстың дәмін татпады. Bir күні базарға келсе, бір сұлу қызға кездесті. Бақшадағы қызыл гүл, шаршы жібек бір сүмбіл. Шар тарапқа нұр шашып, аспан айы жерде тұр. Менің мына бір кәрзеңкемді көтеріп, үйге жеткізіп беріңіз, деді хамбалға сұлу қыз. Хамбалда қайтара сөз шығарылатын тіл болмады. Кәрзеңкені қолына алды да, маймаңдап алдына түсті. Ол қыз бір дүкенге барды. Бір қызыл алтын беріп, зейтін деген жемістен кәрзеңкесі толғанша салды. Бір жемістен 5, бірінен 10, бірінен 15 қадақ алып, бір дүкенге келді де 10 қадақ ет алды. Жүктің көбейгенін көрген хамбал, бұл мені есек деп ойлады ма сайқал, деді ішінен. Қыз да оны сезген тәрізді жымиып күлді де, тағы бір дүкенге барды. Онан бірнеше қадақ алуа, бірнеше шөлмек шарап, жағатын майшам алып, хамбалды жан терге түсіріп, артына ертіп жүріп кетті. Қаланың қалтарыстау бір көшесіндегі биік үйдің дарбазасына кірді. Оларға есік ашқан бір қыз екен. Сұлулығы сонша, бейне бір есік жанына қойған панар сияқты жарқырайды. Оны ақын былай суреттеген. Екі беті қып-қызыл, бақшадағы гүл дейін, көктен алып орнатқан қақпадағы күн дейін. Өз дінінен қайтпайтын, көрінсе үнді біріне, мың құдайын қиратып, кірер еді дініне. Хамбал көрді де қорғасындай балқыды. Зілдей басып, зықысын шығарып келген кәрзеңкенің иығында тұрғанын ұмытты. Өмірімнің ішінде емін еркін әйелдің бетін көргенім болды. Енді ақырын қайырлы етер Алла, деді ішінен. Үйдің ішіне кірсе, сұлулығынан мына екеуі жолда қалғандай бір қыз тақтың үстінде отыр. Тақ үстінде толықсыған, көрді хамбал хур қызын. Көрмесе оны әр ер адам, көрмегендей күн жүзін. Қыздар жиылып келіп, пұшпақта қағып терге малшынып тұрған хамбалдың желкесінен кәрзеңкені алып, жерге қойды. Сөйтіп көтерген ақысына 2 алтын беріп, қайтуыңызға рұқсат деді. Хамбалдың көзі қыздың бетіне қадалып, айырыла алмады. Ол ойлады. Бұл қалай? Бір үйде 3 қыз, ер кісі тұрған белгі жоқ. Ішетін тамақтың неше түрі бар. Азырақ кідіре тұрайыншы, деді. Оның кідіргеніне қыздар таңырқап, сіз неге кідірдіңіз? Егер алтынды ассынсаңыз, тағы берелік, деді. Жоқ, мен алтынды ассынып тұрғаным жоқ. Осындай 10 жүк көтергенде мұндай алып көргенім жоқ. Бірақ сіздердің осы көріністеріңізге таңырқаймын. Үшеуің де қызсың, орталарыңда ергісі жоқ. Әйелдің ерсіз өткізген өмірі қызық бола ма? Үйдің 4 қабырғасы болады. 3 қабырғалы үй болғанмен түрсіз болады. Егер сіздер ренжімесеңіздер, бір қабырғаның есебінде мен де сіздердің араңызда болсам, қайтет деп ойлап тұрмын, деді. Қыздар, олай етуге болмайды. Біздің шет кісіден қаупіміз бар. Біз сырымызды бөгде кісілерге ашық көрсете алмаймыз. Сіздің қандай кісі екеніңізді біз білмейміз, деді қыздар. Қыздар-ау, Құдай біледі бар ғой. Осы мен сіздіңше жақсы істеріңді асырып ше, жаман істеріңді жасыратын кісімін, деді хамбал бетінің терін етегімен сүртіп. Неден болды, білмедім. Ішім оттай жанады. Сөйтіп тұрып жаманға қалай көңілім барады. Қастығы жоқ кісіден, өзің тілеп ішсең еш кісіге даттама, жақ қарысын тілді бұ, деген емес пе, деді. Бұл жай кісі емес қой. Олай болса, деді қыздар, бұл мәжіліс жай ғана емес, қанша қаржы жұмсалып отыр. Егер ішінде отыратын болсаң, тиісті ақшасын төлеуге шаман келеме? Төлейтін ақшаң болмаса, мұнда отыруың лайықсыз. Бізбен бірге отырған соң ойнайсың, күлесің, бетімізге қарап, көз мейірін қандырасың. Алтынсыз махаббат қонбайды, ақшасыз ғашықтық болмайды дегенді естіп пе едіңіз? Тәуекел дариясына салдым қайық, не қалқыр, не батар деген ғой, сұлулар. Болмаса, жаңа өздеріңізден алған 2 алтыннан басқа менде ақша қайдан болсын, депті хамбал. Қыздың бірі сылқылдап күле тұрып, егер осыдан келетін зиян болса, мен ақ көтерейін, мәжілісімізде отыра берсін, деді. Оған 2 қыз риза болып, хамбал отырды.
Базарға шыққан қыз бір шөлмек шарапты ашып, бір кесені құйып өзі ішті де, екі кесені қақпаны ашқан қызға, екі кесені тақта отырған қызға ұсынды. Олар ішіп болған соң, бір кесені Хамбалға берді. Хамбал кесені қолына алып, шарап ішіп, көз ашып, бақсам сұлу жүзіне, махаббатың ұлассын, жетпей тұрған жеріне, деп қыздың қолын сүйіп, кесені көтерді. Қыз Хамбалдың өлеңіне масаттанып, екінші кесені құйып берді. Хамбал кесені көтерген қолымен басшы қыздың алдына барып, «Қызметіңде мен бір құлың, гаухар көзді қалам қасым, қандай қызмет бұйырсаң да, алдыңа ем, міне басым» деді. «Көтер шарапты, етің қызыңқырасын», деді қыз сықақ күлкімен. Хамбал қыздың қолын сүйіп тұрып, «Жалаң ішсең шарапты, жалғыз өзің бекер де, кезек ішсең қызбенен, оған қызық жетер ме?» деп көтерді. Шарап бірінің артынан бірі самғап кете берді. Хамбал кесені құр өткізбей, ішкен сайын аузына түскенін айтып, жырлады. Қыздар қираймас болып, қыза-қыза сөйледі. Базаршы қыз бар киімін тастады да, қораның ортасындағы хауызға түсіп шомылды. Тырдай жалаңаш бойымен Хамбалды жамбастай келіп отырып, әбиірін нұсқап, «Осының аты не екенін білесің бе?» деді көз жанары бұзылып, албырап отырған қыз. Хамбал атын атады. «Бұл әйелдердің әуреті ғой», деді. «Екінші аты не?» деді қызып алған қыз. «Екінші атын өзің білмесең, менің білетінім осы», деді. Қыз қиқайып, кенеу кеткен аузын созып, «Мұның аты Хабақал Жүсір», деді. Тағы бір кесе шарап ішіп, қақпашы қыз орнынан тұрып суға түсті. Ол да жалаңаш күйімен Хамбалдың жанына келіп, ұятты жерінің атын сұрады. Хамбал өзі білетін атауларды айтты. Қыздың өзі, «Мұның аты Самсам Машқор», деді. Оның артынан басшы қыз суға түсіп, базарға салған аттай жайнаңдап келіп, Хамбалдың алдынан ойқастатып өтті де, «Мұның аты Әби Мәнсүр», деп қатарға отырды. Хамбал орнынан тұрып, суға түсіп келді де, жалаңаш күйімен қыздардың алдына қарсы қарап отырды. Үш қыздың бетіне кезегімен қарап, әбиірін көрсетті. «Енді мынаның атын айтыңыздаршы», деді. Қыздар сықылықтап күлді. Шыбын жалаған шірнедей қыздар оны елеңде қылған жоқ. Әйтеуір күлкіге көміле берді. Айтуға сыйғысыз, ойына келгендерін істеді. Хамбал тұра салып, қыздардың мойнына жабысты. Әңгімесін осыған жеткізіп, Шахризада әңгіменің артын ертеңге қалдырды. Патша, бұл өрескелдеу әңгіме екен дегендей, Шахризаданың бетіне қадалды. Оған Шахризада түсінді де, «Ішуге салынған адамда ар ұят қала ма? Қалай бұл шекке жеткенін білесіз, артын тыңдаңыз», деді.